Қайырлы күн, қайырлы кеш. Сабақты бастайық. Сабағымызды бастап көрейік. Опа. Суретте кісінің барлығымыз танымыз деп ойлаймын, иә. Бұл кім? Бұл Төреғали Төреәлі. Басқаша айтқанда, ұлы дала баласы. Қалай ойлайсыңдар, бүгінгі тақырып не туралы? Әрине, бізде ұлы дала туралы. Әрине, бізде ұлы дала туралы болады. Төреғали қай даланың баласы екенін, қай жердің баласы екенін білетін боламыз. Былайша айтқанда. Так. Мгм. Енді ұлы дала қай жер? Территориясы қай жер? Мгм. Так. Көп түсіндірмейміз, тек қана бұл нұсқа талдау. Нұсқа талдаймыз. Тек қана. Так. Мгм. Ең бірінші, бүгінгі тақырып бізде ұлы даланың ұлы даланың тарихи тарихи және географиялық сипаттамасы туралы болады. Енді ең алдымен ұлы даланың қай жер екенін біліп алайық. Ұлы дала дегеніміз Дунайдан Алтайға дейінгі, одан Манчжурияға дейінгі, Манчжурия дегеніміз мына Қытайдың солтүстік шығысындағы облыс. Сол жерге дейінгі алып жатқан Евразия материгінің орталығындағы кең аумақ. Дәл осы жер ұлы дала деп аталады. Жаңағы Төреғали Төреәлі дәл осы жердің баласы. Енді бұның жалпы ұзындығы 6.000 шақырым, яғни 6 километр, ені 1000 шақырым. Так, ұзындығы 6.000 километр, ені 1 километр. Қазір тестте келеді бұл. Енді бұлай біз картадан қарайтын болсақ, қалай болады? Картадан қарайтын болсақ, так, картадан қарасақ, міне, ұлы даланың территориясы дәл осы жер. Төреғали дәл осы жердің баласы. Так, мына жер бізде Қазақстанның территориясы болып табылады. Мына жер бізде Өзбекстан, мына жерде Түркменстан бар, мына жақта Тәжікстан, мына жақта Қырғызстан, мына жақта Моңғолияның территориясы, мына жақта Қытайдың солтүстігі, міне Манчжурия деген мына жер, мына жақта уже Корея. Дәл осы Кореяға дейінгі жер өте үлкен аумақ. Батыста Каспий теңізі бар, и мына жерде Қара теңіз бар. Қазіргі Украина мен Россия соғысып таласып жатқан жер ол мына жақта екен. Так, Қара теңіз бар. Осы Қара теңіздің территориясына таласып жатыр олар, иә. Осы жерде. Осы жердің өте үлкен аумақ ұлы дала деп аталады. Ұлы дала деп аталады. Төреғали дәл осы ұлы даланың баласы. Мына жерде Корея бар. Дәл осы Кореяда білсеңдер, Джумонг деген кино түсірген. Өте бір 500 ба 1000 ба серия. Нұрлан Қоянбаев айтқандай, мынандай үлкен аумақта, мынандай территорияда Кореяның бір, білмеймін, бір 50 ма 100 ма сияды мына жерге. Неге көп кино түсірмейміз дейді ғой Нұрлан Қоянбаев. Осы ұлы дала дегеніміз осы, территориясы осы. Жаңа көрсеткендей тағы да бір қайталап өтейік. Қай жерлер екенін. Так, ұлы дала Дунайдан Алтайға дейінгі жер. Одан Манчжурияға дейінгі Қытайдың солтүстік облысына дейінгі жер. Ұзындығы 6.000, ені 1000 деген шақырым. Так, егер мына жерден көрсететін болсам қалай болады? Так, міне, ені былай 1000 шақырым, былай ұзындығы 6.000 километр. Алтай дегеніміз мына жердегі таулар. Алтай таулары міне
осы жерде Алтай таулары бар. Осы жер Дунай дегеніміз мына жақ. Осы Дунайдан, осы жақтан Алтай тауына дейін, одан мына жерде Манчжурияға дейінгі жер. Қытайдың солтүстік облысындағы жерлер, осы жерлер. Осы дала ұлы дала деп аталады. Былайша айтқанда түсінікті деп ойлаймын, иә. Так, енді келесі. Ұлы дала бұл тек қана географиялық аумақ емес. Бұл жерде бұл тарихи, мәдени ұғым. Бұл аумақтың географиялық атауы Еуразия даласы деп аталады, яғни Еуразияның орталығы, жүрегі деп саналатын жер. Ұлы даланың оңтүстігінде өзен көлдер бар. Білесіңдер, мына жерде міне Балқаш көлі, Балқаш бар, Каспий теңізі бар, Арал бар, мына жақта Алакөл бар, мына жақта Ыстық көл бар дегендей, мына жақта Шардара бар дегендей өзіміздің, мына жақта Шу, Талас, Іле деген сияқты өзендер де көп. Одан бөлек тағы не бар? Бұл жерде биік биік таулар бар дейді. Енді мына жақта бізде Кавказ таулары бар, мына жақта Каспийдің ар шетінде, оның ар шетінде, ал өзіміздің Алматыда, оңтүстік Қазақстанда Тянь Шань таулары бар. Осындай қысқа нұсқа өзендері, көлдері, табиғаты осындай ұлы даланың. Так, енді сразу тестке көшейік. Енді дәл осы жерде тестке көшпей тұрып біз жаңағы ұлы даланы өзіміз сызып көретін болып тұрмыз ғой енді. Так, егер өзіміз сызсақ, ұлы дала деген қай жер? Біз жаңа айттық, мына жерде Қара теңіз бар. Осы теңізден басталып, мына жерден былай кіреді да Қытайдың мына шетінен кіріп, Қытайдың солтүстік облыстары да кіріп, мына шеттен былай барады да оңтүстік Сібір сәл кіреді, Моңғолияның территориясы, Қазақстанның территориясы кіреді мына жерде. Так, кіреді, Ресейдің біраз бөлігі, Украинаның біраз бөлігі кіреді. Так, міне не деген дәу территория мынау. Мынау бізде ұлы дала. Ұлы дала баласы дейді. Міне дәл осы жер ұлы дала. Осы жерде кімдер өмір сүрген? Осы жерде түріктер өмір сүрген. Осы жерде ғұндар өмір сүрген. Осы жерде сақтар өмір сүрген. Осы жерде одан кейін Моңғол империясы өмір сүрген. Ең соңында осы жерде, дәл мына жерде, дәл осы территорияда кім өмір сүрген? Әрине қазақ хандығы өмір сүрген. Міне 1465 жылы қазақ хандығы құрылған осы жерде. Түсінікті деп ойлаймын, иә, қағидадан түсінікті, былай түсінікті. Енді тест шешіп көрейік. Қалай болатынын көрейік тесттерде. Егер тест шешетін болсақ, жаңағы территорияда, жаңағы жерлерде қандай ерекшеліктері бар? Так, орта ғасырларда көшпелілер қандай өркениетпен байланыс орнатты дейді. Так, бұл жерде дұрыс жауабы христиандықпен олар орнатты. В дейді. Дұрыс жауабы. Так, исламмен орнатты орта ғасырда. Себебі ислам дінін қабылдады олар 751 жылдан бастап. Қытайлықтармен байланыс орнатты. Бұл жерде дұрыс жауап не болады екен? Барлық жауап дұрыс деген вариантты таңдаймыз. Себебі осы жауап дұрыс. Енді келесі сұрақ. Көшпелілер қандай дінді ұстанды? Көшпелілер негізінен ұстанған діндер олардың басында олар тәңіршілдікті ұстанған. Жаңағы ұлы даланың территориясына Иран жері кіреді. Иран жерінде зороастризм дінін ұстанған. Қытайдың территориясында буддизм ұстанған. Түріктердің өзі бар, олар ислам дінін ұстанды. Былайша айтқанда бұл жерде дұрыс жауап, барлық жауап дұрыс болады. Себебі көшпелілер исламды да, буддизмді де, зороастризмді де, тәңіршілдікті де ұстанған. Бірақ қараңдар, негізгі діні олардың тәңіршілдік болған көшпелілердің 751 жылы Атлах шайқасы болып, осы кезден бастап ислам діні біртіндеп тарай бастайды. 10 ғасырдың
ортасында Қарахан мемлекетінде жаңағы ислам дін мемлекеттік дін болып жарияланды. Одан кейін барып алтын орда мемлекеттік дін болып жарияланды. Біртіндеп уже ислам дініне көше бастайды. бірақ барлығымен араласқан олар, барлық дінді ұстанған. Мгм. Келесі, ұлы дала тарихының тағы бір қыры. Көшпелілердің және отырықшы егіншілік өркениеттің өзара ықпалдасуы. Мгм. Так, көшпелілердің және отырықшы егінші өркениеттің өзара ықпалдастығы. Мынау ықпалдаспауы дейді. Так, бұл бізде жатпайды. Дұрыс жауап жоқ деген вариант қазір көреміз. Көшпелі өркениеттің болмауы жоқ, көшпелілерді өркениет болған. Отырықшы өркениеттің болмауы жоқ, отырықшы өркениет болған. Так, мына вариант дұрыс емес. Көшпелілерді және отырықшы егінші өркениеттің өзара ықпалдастығы, яғни олар бір-бірімен араласқан деген сөз. Иә, дұрыс жауап осы болды. Бір-бірімен олар араласқан. Так, келесі. Көшпелілер қандай нәсілге жататын және қандай тілде сөйлейтін халықтардан құралды? Біз жаңа территорияда оларда Иранның солтүстігі кірген, Моңғолияның жері кірген, Кавказ жері кірген, и ол жерде моңғолдар өмір сүрген, ирандықтар өмір сүрген, түркілер өмір сүрген, монғолоидтық және еуропеидтік және аралас нәсілдерде өмір сүрген. Бұл жерде дұрыс жауабы, барлық жауап дұрыс болады. Себебі көшпелілерде әртүрлі нәсілде сөйлеген, әртүрлі дінді ұстанған, әртүрлі мәдениеттер араласқан ол жерде. Жетінші сұраққа кеттік. Ежелгі уақыттан бері түрлі нәсілдер, тілдер, тайпалар, мәдениеттер, діндер, өркениеттер тоғысып жатқан кең байтақ жер жаңа айтып өткеніміздей ұлы дала болып табылады. Ұлы дала ұғымының географиялық атауы. География. Енді материкпен алатын болсақ, бұл бізде Евразия даласы деп аталады. Так, бұл түсінікті, иә? Келесі сұрақ, 9-шы сұрақтан бастайтын болсақ. Бұл сұрақ оңай, біз жаңа айттық. 6000 километр ұзындығы, 6000 километр ұзындығы болады. Ені 1000 километр болады деп жаңа айтып та, сызып та көрсеттік. Ұлы дала көшпелілер ұлы дала дегеніміз көшпелілер өркениетінің несі бесігі деп саналады. Соңы, басы, қалыпқа салынбайды бесігі. Яғни орталығы сол жерден шыққан деген мағынада бұл. Ежелгі заманда, 11-ші сұрақ, ежелгі заманда көшпелілер байланыс орнатпаған өркениет қандай? Ежелгі заманда олар орталық Азиямен араласты, олар Қытаймен араласты, ирандықтармен соғысты, олармен араласты, антикалық деректермен гректер ма или христиан или грек болады. Бізде антикалықтармен олар араласқан, себебі гректер скифтер туралы жазып қалдырған. Бізде дұрыс жауабы христиандық болады. Олар араласпаған христиандықпен. Ежелгі заманда деп тұр. Бірақ орта ғасырда араласады, ежелгі заманда араласпайды. Так, келесі сұрақ. 12-ші сұрақ. Ұлы дала өркениеті кезінде қандай табиғи географиялық фактордың дамуы экологиялық тұрғыда қолайлы болды? Ұлы далада негізінен қолөнер қатты дамымаған, тек оңтүстік бөлігінде егіншілік тоже дамымаған, әшекей заттар жасау дамымаған. Енді ұлы дала дегенде бірден олар көшпелі мал шаруашылығы дамиды. Ол жерде ұлы дала қай аумақты алып жатыр? Бұл жерде жаңа айтқандай Қара теңізі бар, Азов теңізі бар, Каспий теңізі бар, Евразияның орталығы, Кавказ, Тянь-Шань таулары бар. Былайша айтқанда дұрыс жауап, барлық жауап дұрыс екен бұл жерде. 14-ші сұрақ. Дала халқының археологиялық мәдениетін анықтау кезінде қандай факторлар қиындық тудырды? Археология дегеніміз жерден қазып алынатын заттар кезінде сол зерттеу барысында қандай факторлар қиындық туғызды? Дала халқының нәсілдік әр алуандылығы, олар әр алуан түрде бөлді, жаңа айттық. Олар әр алуан тілде, әртүрлі мемлекеттерден құралған, олар әртүрлі тілде сөйлейді, ол да дұрыс.
этникалық әралуандығы дала халқының, ол да дұрыс. Әртүрлі халық, әртүрлі тілде, әртүрлі нәсілде болған дала халқы. Сондықтан бұның барлығы қиындық тудырады. Былайша айтқанда дұрыс жауап, барлық жауап дұрыс деген вариант екен. Олардың көшіп қонып жүргені, жердің үлкендігі, ол да бізге проблема негізі. Яғни зерттеу барысында қиындық тудырады осының барлығы. Осының барлығы қиындық тудырады деген сөз. 15-ші сұрақ. Егер біз 15-ші сұраққа келсек, орта ғасырларда ұлы даланың Дунайдан Алтайға дейінгі аралық атауы мұсылман жазба деректерінде қалай аталған? Тянь Шань таулары демеген, Фараб елі демеген, шеткі Александрия демеген. Бізде Дешті Қыпшақ деген. Дешті Қыпшақ, яғни қыпшақтардың даласы деген сөз. Дала өркениетінің этникалық сипаты әр түрлі болғанымен, барлық көшпенділерді не біріктірді? Ирандықтар біріктірмеді, отырықшылық біріктірмеді, ислам діні біріктірмеді, туыстық қарым-қатынас кішкене енді келіп қалуы мүмкін дей вариант деген, бірақ бұл да дұрыс жауапқа енбейді. Себебі дала өркениетінің барлығын не біріктіреді? Көшпелі мал шаруашылығы, олардың барлығы көшпелімен айналысқандығы біріктіреді бізде. 7. Ұлы даланың маңызды тарихи, мәдени мәндері. Ұлы даланың тарихи барысында көптеген мемлекеттер құрылып, бірқатар маңызды оқиғалар өтті. Ұлы дала тілдік, антропологиялық және этникалық араласулар мен өзара мәдени байланыстардың орталығы болды. Болды. Әртүрлі мемлекеттер құрылды. Ұлы даланың барлық жауаптар дұрыс дейді, қазір көреміз. Почти дұрыс сияқты уже. Екеуі дұрыс болды. Ұлы даланың табиғи климаттық жағдайы көшпелі өркениеттің пайда болуы мен өркендеуіне ықпал етті. Климат жағдайы көшпеліге әсер етті. Ұлы даланың шекаралық аймақтары көшпелі және отырықшы өркениеттердің өзара ықпалдасқан аймағы болып, шығыс пен батыс арасында көлік дәлізі қызметін атқарды. Ол әлі күнге дейін Қазақстан көлік дәлізі ретінде қолданылады. Батыс Қытай, батыс Еуропа ретінде. Значит, бізде дұрыс жауабы, барлық жауап дұрыс деген вариант дұрыс болып саналады екен. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Келесі 18-ші сұрақ. 18-ші сұрақ. Ұлы дала ландшафтары қандай болып келеді? Ландшафт деген географтар білсе айта жатар. Ландшафт деген енді ұлы даланың табиғатын, жерін сұрап тұрған сияқты ғой. Енді тоғай болмайды, құмды емес, қатты, бірақ Қызылорда жақ құмды, жартылай шөлейтті келуі мүмкін, бірақ білмеймін осы жақ. Жартылай шөлейтті бұл да жатпайды, далалыққа жатса керек. Себебі дала өте үлкен ғой бізде. Дала өте үлкен. Дұрыс вариант осы деп ойлаймын өзім. 18. Жеріміз үлкен деген сөз да ол. Ұлы жібек жолының қалыптасуына ықпал еткен ұлы даланың көлік дәлізі. Бара жауап дұрыс, екеуі кеткен екен. Шығыс пен Еуропаны байланыстырады. Дұрыс. Алдыңғы Азияны байланыстырады. Дұрыс. Түркияны байланыстырады. Шығыс пен батысты байланыстырады. Дұрыс жауабы. Барлық жауап дұрыс деген вариант бізде дұрыс болып саналады. 10-17 ғасырларда Қара теңіз бен Каспий аралығын батыс Дешті Қыпшақ деп атаған, ал қазақ даласы не деген? Әрине шығыс Дешті Қыпшақ деп атаған. Түсінікті деп ойлаймын бұл. 21-ші сұраққа келдік. 21-22. Мына батыс Дешті Қыпшақ деген территория мына қараймыз. Міне Қазақстан, жаңа ұлы даланың ішіндегі Қазақстан мен Каспий мен ары қарай Қара теңіздің арасы. Мынау Қазақстан территориясы, мынау Қыпшақтар даласы деп аталған мұсылман деректерінде жаңа айтқандай, мына жерден екіге бөлінеді. Мына жақ шығыс Дешті Қыпшақ даласы. Мынау Қазақстанның территориясы. Мынау бізде Арал, мынау бізде Каспий ақтау жақ, мынау бізде Балқаш. Мына жерде біз орналасқанбыз. Примерно. Мына жер Қазақстан территориясы, шығыс Дешті Қыпшақ деп аталған. Ал
мына жақ Каспий мен Қара теңіздің арасы не деп аталған? Батыс дешті қыпшақтар деп аталған. Так, түсінікті деп ойлаймын, бұл да. Так, егер бұл түсінікті болса, кеттік келесі. 22-ші сұрақ, 21-ге келдік. 21-ші сұрақ қандай? Алтай халықтарының ежелгі ата мекені. Ол ұлы дала, жаңа Алтайдың қай территорияда екенін айтып өттік. Жоқ, жоқ, Каспий теңізі жоқ, Арал теңізі жоқ. Алтай халықтары ұлы даланың территориясында орналасқан. Түсінікті. Ұлы дала тарихы бұл дұрыс жауабы. Көшпелі ұлы империялардың тарихы. Дұрыс. Көшпелі мемлекеттердің тарихы. Меніңше осы вариантта келеді. Екеуі. Осы екеуі дұрыс. Дұрыс жауап жоқ болмайды. Рим империясының тарихы емес. А, Б. Меніңше осы екеуі дұрыс. Егер қателесіп жатсам дұрыстай жатасыңдар. Бірақ осы екеуі дұрыс болып табылады. Бітті. Бүгінгі сабақ осымен тамам. Нұсқа талдау. Ұлы даланың қай жері екенін білдіңдер. Дешті қыпшақтың қай жері екенін білдіңдер. Төреғалидың қай даланың баласы екенін былайша айтқанда білдік. Территориясын сыздық. Қысқа нұсқа осындай. Ал бітті осымен. Қош, сау болыңыздар.